Солай жаңа мал күзеткенде жамылатын ішігі болып отыр ғой. Сол енді мынаның қазір міне бірақ ешкінің терісіне істеген 12 ешкінің терісіне. 12 ешкінің терісіне. Мынаның жеңінің өзі қазір мына үлкен болып отыр. Енді түнде далаға жатқанда мына жағын қаратып міне. Мына жағын қаратып жаңа бүйтіп. Енді мынаны шығарып мына жағасын деп міне. Мына мойын бас жаңа тоңбайды. Сосын мынаны міне бүйтіп. Қымтанып жатып алғанда қазір. Тоңбайтын болып отыр. Малдың жаңа тіккен терісіне істеген нәрсе. Бауырымыз екеумізде осы орада 280-дей сарықында ыңғы яқ сарық судың ар жағында жатыр. Жылқымызды енді қазір айдап келіп суарамыз. Мынау арқан деген жаңағы малдың мынандай жылқының терісі қайтып жаңағы сиырдың терісі соны үйге салып, сонан кейін жаңағы қайтадан илеп, сонан соған қайсарқан істеп шығарады. Қытайдың жібарқаны болғанда ол жаңағы атқа арқан тастағанда қолды бірақ ысып кетеді, екінші кісіні орап кетеді. Мынау болғанда кісіні орамайды, қайтып үзілмейді. Bir жылқы, bir сиыр, bir түйе, 10 қой, ешкі деген сөйтіп араластырып соямыз. Bir қыста, қыстық соғымыз ғой. Енді анадай келген қонақ жайымызға тамақ істеп береміз.